Баршаңызға сәлем. Басым ой бөлігі топографиясының жалғасы, яғни екінші бөлім. Бұл бөлімде біз самай аймағы туралы айтатын боламыз. Естеріңізде болса, бірінші бөлімде біз жалпы шолу жасадық бас сүйегіне, одан кейін оның бөлімдерін айтқан болатынбыз, және маңдай төбе шүйде аймағына толық тоқталып өттік. Ал бүгінгі тақырыпта самай аймағын толық айтатын боламыз. Жалпы кез келген аймақты айтар кезде ең бірінші шекарасынан бастаймыз дедік, иә? Мысалы, мына суретті жақындатып қарасақ, мінекей самай аймағының шекарасы бізде қызыл линиямен көрсетілген. Яғни, мысалы міне жоғарыдан бізде төбе сүйек болса, төбе сүйектің самайлық сызығымен, яғни линия темпоралис супериор арқылы шектеліп тұр. Ал алдынан бізде маңдай сүйектің шықшыт өсіндісі немесе шықшыт сүйектің маңдайлық өсіндісі. Мынау бізде шықшыт сүйегі дейді, немесе бет сүйегі деп атаймыз. Осы сүйектің маңдайлық өсіндісі мен маңдай сүйектің бет сүйекті өсіндісі екеуі өзара қосылады, осы самайлық аймақтың алдыңғы шекарасын құрайды. Ал төменнен болса, ол бізде бет сүйектің доғасының жоғарғы қырымен шектеліп жатыр. Ал артқы жағынан бізде емізік тәрізді өсіндінің, мінекей артқы жағынан емізік тәрізді өсіндінің негізі және сыртқы есту жолымен шектеліп жатыр деп айтамыз. Яғни, міне көріп тұрғандай, толығымен самайлық бұлшық етті және оның бекитін апоневрозды қабаттары, фацияларын толығымен жауып тұратын аймақ бізде самайлық аймақ деп аталады екен. Енді мына жерде конспект жазып алсаңыздар болады, видеоны тоқтатып. Келесі біз қабаттарына тоқталамыз. Тері қабаты маңдай төбе шүйде аймағына ұқсас болып келеді, жұқа және қозғалмалы болады. Одан кейінгі тері шелмай қабаты, иә? Мысалы, мына суретке мән берсек, подкожная клетчатка депті. Енді бұл қабаттың қандай ерекшелігі бар? Бұл жер жұқа болады, әсіресе астеник арғы адамдарда өте нашар дамыған. Енді бұл қабатта бізде артерия, вена және жүйке өтеді. Қандай жүйкелер? Оған мысалы мына суретке қарасақ, иә? Мінекей, артерия, вена, темпоралис, суперфациалис, яғни самайдың бетке артериясы мен венасы осы террасты май қабат арқылы өтеді екен. Және одан кейін нервус аурикула темпоралис өтеді. Бұл самай аймағының терісін, жартылай құлақ қалқанын, төменгі жақ сүйектің буын капсуласын және шықшыт безге өзінің тармақтарын беріп, осы аймақтарды жүйкелендіретін бізде нерв болып табылады. Енді самай аймағының алдыңғы бөлігін терісін нервтендіруге нервус аурикула темпоралистен бөлек бізде суpraорбиталис, яғни естеріңізде болса айттық, иә, маңдай төбе шүйде аймағында осындай жүйке бар деп, нервус суpraорбиталис деген. Ол бізде маңдайдың алдыңғы аймағын терісін жүйкелендіреді және террасты клетчаткасынан бізде бет жүйкесі нервус фациалис өтеді. Ол да бізде маңдай бұлшық еттерін, мына жерде бізде көздің дөңгелек бұлшық етін, құлақ қалқандарының бұлшық еттерін бізде жүйкелендіреді. Сонымен террасты шелмай қабат арқылы бізде артерия, вена, темпоралис, суперфациалис және нервус аурикула темпоралис өтеді, және нервус суpraорбиталис пен нервус фациалис бізде осы аймақтарды жүйкелендіруге қатысады деп айтамыз. Келесі қабат бізде беткейлік фация. Беткейлік фация деп отырғанымыз, ол маңдай төбе шүйде аймағында, естеріңізде болса, мына жерде айттық, апоневротикалық шлем болады дедік. Сол шлемнің жалғасы бізде беткейлік фация болып табылады, және ол өте жұқа болып келеді екен. Одан кейінгі орналасатын бізде самайлық апоневроз. Енді самайлық апоневроздың өзіндік ерекшеліктері болады. Ол бізде жаңағы надкосница бар ғой, сүйек тұсы немесе периостеум дедік та. Осы надкосницамен өте тығыз байланысқан болып келеді, және соның нәтижесінде, мысалы, патологиялық сұйықтық ірің жиналса, мысалы осы самай аймақта, ол маңдай, төбе деген аймақтарға таралып кетпейді жоғарғы қарай, себебі ол надкосницамен тығыз байланысып кеткен. Бірақ керісінше төмен қарай бізде самай сүйекте височная ямка бар ғой, сол ямкаға кіріп, жаңағы ірің сұйықтық сол ямка арқылы бетке қарай таралып кетуі мүмкін. Енді бұл көбінесе қалай жаңағы патология кезіндегі өзгерістердің болуы. Енді келесі айта кететін самайлық апоневроздың өзі бізде екі жапырақшадан тұрады екен. Ол бізде беткейлік жапырақша және терен жапырақшасы. Осы екі жапырақшаның арасында орналасқан қабаты бізде майлы клетчатканың апоневротикалық қабаты деп аталады. Мінекей, височный апоневрозды көріп тұрмыз, самайлық апоневроз. Олардың арасында міне осындай клетчатка орналасады, майлы клетчатка деген. Енді бұл клетчатканың ерекшелігі бұл жерден төмен қарай надкосницамен шектеледі, артерия темпоралис медиа өтеді. Яғни ортаңғы самайлық артерия осы арқылы өтеді. Және артерияның қасында әрине бізде жүйке мен вена да қоса өтеді. Енді
Келесі бізде қабаты майлы клетчатканың апоневротик қабаты деп аталады. Мысалы, мына суретке мән берсек, жазылып тұр да, вот апоневротическая клетчатка деп. Оның қандай ерекшелігі бар? Ол жерде ең біріншіден ол самайлық апоневроз бен самайлық бұлшықеттің арасында орналасады деп айтамыз, және оның арасында көптеген майлы клетчаткалар болады. Және бет сүйегінің доғасына қараған жерінде ол майлы клетчаткалар жаңа комок пишаға айналып кетеді. Әсіресе кішкентай балаларда ол өте жақсы дамыған. Енді келесі қабаты ол самайлық бұлшықет. Көріп тұрмыз, височная мышца. Енді бұл бұлшықетте талшықтарына қарасақ, мысалы суретке қарашы, талшықтары желпегіш тәрізді орналасқан, және бұл жерден артериямен жеке өтеді. Қандай десек, жаңа темпоралис профунда деген самайлық терең артериясымен жекесі өтеді. Жеке ол қандай тармақтан десек, ол нервус тригемини, яғни ішкіл нервтің үшінші бұтағы болып табылады. Соның қозғалтқыш талшығы осы жерден өтеді де, сонымен қатар ол шайнау бұлшықеттерін де жекелендіруге қатысады екен. Енді келесі қабаты ол бізде надкосница, немесе оны сүйектісі деп айтамыз. Енді ол бізде самай қабыршағымен бірге бірігіп кетеді, және тығыз біріккендіктен жаңада айтып өттік, ол ірің қандай да бір патология сұйықтық пайда болса, ол басқа жерге таралып кетпейді дедік. Сондықтан да осындай маңызы бар деп айтып өтсек болады. Сонымен қатар надкосница арқылы бізде сүйек қоректенеді, ондағы зат алмасу процестері жүріп жатады. Келесі 10-шы қабатымыз бізде жаңағы надкосницасты сүйек тысы асты қабаты дейміз, немесе орысша надкосничная клетчатка деп айтамыз. Одан кейінгі қабат бізде самай сүйегі, яғни сүйектің өзін біз височная кость, сүйектің өзін бірнеше бөлімдерге бөліп қарастырдық қой, сыртқы пластинкасы, ортаңғы және ішкі пластинкасы деп. Бірақ самай сүйегіндегі ерекшелігі сонда, онда диплоид бөлімі болмайды, яғни ортаңғы ендірме табақшасы болмайды. Сондықтан да ол өте жұқа келеді және сынғыш болады. Самай сүйегінен жарақат алатын болса, ол бізде сонымен қатар өте қауіпті. Неліктен? Себебі самай сүйектен кейінгі орналасатын мидың қатты қабықшасы бар ғой, сол қабықшаны қанмен қамтамасыз ететін бізде артерия бар. Ол бізде артерия менингиалис медиа деп аталады, ортаңғы менингиалды артерия. Осы артерияны зақымдауы мүмкін, себебі ол сүйектің бізде торғылық қабықшасы болмайды. Енді осы самай сүйек пен жаңағы мидың қатты қабығының арасындағы жаңағы кеңістікті біз эпидуральды кеңістік деп атаймыз, және олардың арасынан өтетін артерияны артерия менингия медиа деп атаймыз. Ортаңғы менингиалды артерия деп аталады. Мына жерде қазір конспект бар, соны тоже видеоны тоқтатып жазып алсаңыздар болады. Мидың қатты қабықшасын қанмен қамтамасыз ететін артерия менингиалды медиа деп аталады. Ол бізде артерия максиллярис, яғни жоғарғы жақ сүйектің тармағы болып табылады екен. Оның өзі бірнеше тармақ береді, яғни менингиалды, жоғарғы дабыл, тастық тармақ. Келесі мидың торғылық қабықшасы. Енді бұл жерде самай бөлімінде торғылық қабықшасы болмайды. Одан кейінгі мидың жұмсақ қабықшасы және олардың арасындағы кеңістіктері көріп тұрмыз. Міне субдуральды кеңістік, субарахноидальды кеңістік, және дальше мидың қыртысына кетеді. Енді самай бөлігін бізде есту аймағы, мидың қыртысында осы бөлімде есту аймағы орналасқан. Және субарахноидальды кеңістіктің маңызы не десек, онда бізде жауын ми сұйықтығы жүреді және мидағы жаңағы қысымды реттеп тұруға қатысады. Мысалы, мына жерге де мән берсек, посылойына жазып қойған, мысалы тері қабаты, тері асты май қабаты, ол жерден жаңа айтып өттік қой, артерия темпоралис суперficialis өтеді дедік. Одан кейінгі бетке фация, одан кейін өзіндік височная фация дейміз, апоневроз дедік, жаңа оның өзі бетке терең қабаттардан тұрады дедік. Және одан кейінгі олардың арасында болатын майлы клетчатка болады дедік, және ол жерден артерия темпоралис медиа өтеді. Майлы клетчатканың астында майлы клетчатка астылық қабаты бар. Одан кейінгі 7-ші қабат бізде самай бұлшықеті, ол жерден темпоралис профунда деген артериямен жеке өтеді. Және 8-ші бізде олардың арасындағы кеңістіктер, жаңағы сүйек пен бұлшықет арасындағы кеңістік, сосын надкосница, сүйек, одан кейінгі мидың қабаттары кетеді. Сонымен қорытындылай келе айтамыз, артерия жүрген жерде міндетті түрде жүйкесі де жүреді, венасы да жүреді, және осыны есте сақтап алсаңыздар, мысалы мына жерде де толығымен жазып өттік, яғни қандай вена, қандай артерия және жүйкене алатын. Мұнда қалып кетті лимфа айналымы. Лимфа ол құлақ маңынан сілекей безінің қалыңдығында орналасқан түйіндерге ағып келеді, яғни ноди лимфатика паратиди деген мына жерде
мінекей құлақ болса, сол құлақ артында бізде түйіндер орналасады. Осы түйіндер арқылы самай аймағының лимфа ағысы жүзеге асады. Тәрізді аймақ емізік тәрізді аймақ. Мысалы 13-ші суретте белгіленіп тұрғандай, міне осыған сәйкес келетін самай сүйектің емізік тәрізді өсіндісі бізде емізік тәрізді аймақ деп аталады. Шекарасын айтқан кезде де солай айтсаңыздар болады, яғни самай сүйектің жоғарғы жағында бет сүйектік өсіндісімен шектеліп жатқан үшбұрышты аймақты біз емізік тәрізді аймақ деп атаймыз деп. Енді бұл аймақтың өзінің құрылысына байланысты бірнеше типтерге жіктеледі. Қазір оны сурет арқылы көрсететін болсақ, мінекей құрылысына байланысты, яғни емізік тәрізді өсіндіні бұл жерде кесіп қараған, сол кезде оның ішінде көптеген ұяшықтарды көріп тұрмыз. Егер де ұяшықтар үлкен болатын болса, біз оны пневматический тип деп атаймыз. Егер де осындай ұсақ болатын болса, біз оны склеротический тип деп атаймыз. Ал егер де аралас болса, яғни орташа, жаңағы үлкен кішілі болатын болса, біз оны дипоический тип строения деп атайды екенбіз. Келесі, біз емізік тәрізді бөлімді 4 бөлікке бөліп қарастырсақ болады. Ол қалай? Сіздер анатомиядан кез келген органға вертикальный және горизонтальный сызық жүргіздіңіздер. Егер де вертикальды сызық жүргізетін болсақ, біз жаңағы аймақты алдыңғы және артқы бөлім бөліп тастаймыз. Ал егер де горизонтальды сызық жүргізетін болсақ, ол жоғарғы және төменгі бөлім болып бөлінеді. Дәл сол сияқты біз емізік тәрізді өсіндіні осындай вертикальный және горизонтальный линия жүргізіп 4 квадрантқа бөліп тастай аламыз. Ол алдыңғы жоғарғы, алдыңғы төмен, артқы жоғарғы, артқы төменгі аймақтар. Не үшін бұлай бөлдік? Себебі емізік тәрізді өсіндіде осындай ұяшықтар көп қой, жаңада айтып өттік. Қабыну процесі болатын болса, ол тез таралып кетеді, және оны мастоидит деп атаймыз, қабынуын емізік тәрізді өсіндінің. Енді осы квадрантқа бөлу арқылы біз оның қай аймаққа жаңағы қабыну процесінің өтетіндігін біле алады екенбіз. Егер де мысалы ретінде айтатын болсақ, алдыңғы жоғарғы аймақ қабынатын болса, ол бізде ортаңғы құлақпен байланысып кетеді қабыну процесі. Неліктен? Себебі бұл жерде ең үлкен ұяшық антон үңгір орналасқан. Осы үңгір арқылы бізде қабынулық сұйықтық ортаңғы құлаққа өтеді. Және бұл жерде балаларда да жиі кездеседі екен мастоидит, себебі олардың емізік тәрізді өсінділерінде жаңа ұяшықтары кем болып келеді. Келесі қабаттарына тоқталатын болсақ, мына лекцияны тоже жазып алсаңыздар болады, видеоны тоқтатып. Яғни қабаттары тері қабаты, тері асты қабаты, емізік тәрізді апоневроз және надкосница бар да. Енді тері қабаты жұқа болып келеді, және онда түктер болмайды. Емізік тәрізді апоневрозға берік бекініп тұрады екен. Ал енді тері асты клетчаткасына келетін болсақ, мысалы мен сіздерге бір сурет көрсетейін. Мінекей, мына суретке мән берсек, емізік тәрізді өсіндіде бізде бұлшық ет тұр, мускулус auricularis posterior дейді, артқы құлақ бұлшық еті. Осы артқы құлақ бұлшық еті тері асты клетчаткасының астында орналасады екен. Ал ол бұлшық еттің астында бізде атына сәйкес артқы құлақ артериясымен венасы өтеді және жүйкелер өтеді. Ол мойын өрімнен шығатын екі жүйке бар, үлкен құлақ жүйкесі, яғни үлкен құлақ жүйкесінің артқы тармағы және кіші шүйде жүйкесі. Ал бет жүйкесінен тарайтын артқы құлақ жүйкесінің шүйделік тармағы болып табылады. Оны қазір лекцияда да болу керек, сіздер жазып алсаңыздар болады, осы видеоны тоқтатып. Мінекей, тері асты клетчаткасынан өтетін артерия мен вена және жүйкелер. Келесі бізде емізік тәрізді апоневроз. Бұл қандай десек, яғни сіздер білесіздер, анатомиядан мускулус стernocleidomastoideus дедік. Төс бұғана емізік тәрізді бұлшық ет. Енді бұл бұлшық еттің қайда бекиді десек, емізік тәрізді өсіндіге бекиді. Осы бекінетін жерін біз емізік тәрізді апоневроз дейміз, яғни бекінетін сіңірдің жалғасы болып келеді екен. Ал апоневроздың астында бізде лимфа түйіндері орналасады, және ол лимфа бізде төбе шүйде аймақтан, сыртқы есту жолы және дабыл жарғағынан бізде лимфаны алып келеді екен. Мысалы, қазір мына жерде сурет болу керек. Мінекей, мынау бізде төс бұғана емізік тәрізді бұлшық ет, ал құлақтың артында тұрған емізік тәрізді бізде жаңағы емізік тәрізді лимфа түйіндері, маңдай төбе аймағынан, құлақтан және дабыл жарғағынан бізде лимфаны жинайды да осы жерге әкеп құяды екен. Ал келесі бізде надкосница, сіздер надкосницаны білесіздер, яғни сүйектісі дейміз. Ол бізде сүйекті сыртынан қаптап тұрады және сүйекке трофикалық қызмет атқарады, қоректендіру және әртүрлі зат алмасу процестеріне қатысады. Сонымен қатар қабыну процесін бізде асқынып кетпеу үшін жаңағы сүйектерді шектеп тұрады екен. Шипо үшбұрышы деген ұғым бар. Бұл қандай ұғым?
Мысалы, жаңа айтып өттік та, қабыну процесі болса, біз оны мастоидит деп атаймыз дедік, және ол жерде көптеген іріңді сұйықтықтар жиналып қалады, және осы іріңді уақытында тесіп шығармайтын болса, ол бізде ортаңғы құлаққа қарай өтіп кетеді де, дальше миға өтеді, одан адам жаңағыдай қайтыс болуына дейін әкелуі мүмкін. Және бұл операцияны біз трепинация дейміз, яғни емізік тәрізді өсіндіні тесу арқылы іріңді шығарады. Ал енді бұл трепинация жасаған кезде де мына шекараны білуіміз керек. Егер де сіз осы шекараны, үшбұрыштың шекарасын тесіп өтетін болсаңыз, ол бізде көп қан кетіп, тағы да үлкен асқыныстарға әкеп соғуы мүмкін. Ол қандай шекара? Мысалы, мына жоғарғы шекарасы бізде жаңағы скуловая дуга бар ғой, бет сүйектің доғасы, соған сәйкес келеді. Ал алдыңғы шекарасы сыртқы есту жолының артқы жиегіне сәйкес келеді. Ал бізде 10 номермен, жоқ, 10 номердің жанында тұрған сызық, яғни артқы шекарасы, бұл бізде жаңағы емізік тәрізді өсіндінің өзінің бойына сәйкес келеді. Егер де сіз жоғарғы шекараны бұзып алатын болсаңыз, бізде инфекция миға қарай түсіп кетеді, бас сүйектің қуысына қарай инфекция түсіп кетуі мүмкін. Ол бізде қабынуда асқындырып жібереді. Ал енді алдыңғы шекараны бұзатын болсаңыз, тесіп алсаң немесе бұзып тастасаң, ол не істейді? Барады да беттің жүйкесін зақымдайды. Себебі мына аймақтан бізде бет жүйкесі өтеді. Енді әрине бет жүйкесі зақымдалғаннан кейін мимикалық бұлшықеттер бұзылады, адам күлкісі бұзылады, жылауы бұзылады деген сияқты. Дұрыс күле алмайды, дұрыс жаңағыдай эмоциясын көрсете алмайды. Ал енді мына жердегі артқы шекара бұзылатын болса, ол кезде бізде сигма тәрізді синус, мына жерде 11-ші суретте көрсетіліп тұрған сигма тәрізді синустың қойнауы зақымдалады, көптеген венозды қан кетіп қалуы мүмкін, және оны тоқтату өте қиын болады. Сондықтан да міндетті түрде осы шипу үшбұрышын шекарасын біліп жүріңіздер. Сонымен бас ми бөлігі топографиясынан екінші бөлімі аяқталды. Сіздерге бәрі түсінікті болды деген үміттемін. Және келесі видеосабақ бас ми бөлігінің бет бөліміне арналады. Және ол видеосабақты каналда 180 подписчик жиналғанда шығаратын боламыз. Сол үшін міндетті түрде достарыңызбен поделиться етіп, каналға тіркеліп өтіңіздер. Аман сау болыңыздар.